Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін кез келген дастарханның сәнін ашатын осындай өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Алдымен піскен сәбізді, ірімшікті және жұмыртқаны үккіштен өткізіп аламыз. Тауық етін видеодағыдай ұзыншақ етіп турап аламыз. Бұлардан бөлек бізге кукуруз, мейіз, киви және майонез қажет болады. Барлығын осылайша дайындап алдым. Үлкенірек тарелка алып, ортасына стакан қойып, тауық етін саламыз. Үстіне сәбіз салып, майонез жағып шығамыз. Мейіз салып, оның үстіне жұмыртқа салып, артынан майонез жағып шығамыз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ірімшік сеуіп, үстіне майонез жағып, кукурузды барлық жеріне толықтай салып шығамыз. 3-4 дана киви алып, видеодағыдай турап аламыз. Қалауларыңыз бойынша видеодағыдай әсемдесеңіздер болады. Салатымыз өте әдемі, әрі дәмді болып шықты. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Төкенова Гүлім.